бізге бір әке шағымданды. Оның өтініші бойынша ол 3 жыл бойы бала күткен. Керісінше жұбайы жұмыс істеген, анасы, әкесі үйде 3 жыл жаңағы бала күтімімен отырған. Қазіргі кезде еңбек кодексі бала күтіміне байланысты 3 жылға дейін демалысты тек қана анасына емес, әкесіне де беруге болады. Жаңа жұмыс беруші оны беруге міндетті де. Бізде ата заңда айтылады, мемлекет некені, отбасын қорғайды дейді. Сосын туындаған қарым-қатынастар енді жаңағы азамат зейнеткерлікке шықпақшы болған кезде, жаңа үйде отырған 3 жыл мерзімін оның еңбек өтіліне есептемеген. Оны есептемейтіні туралы біздің әлеуметтік кодексте жазылған. Ол азамат алып зейнетақы беру органдарын сотқа берген. Енді сот егер кодекстің өзінде солай жазылып тұрса, ол не істейді оған? Шешімдер қабылдаған, ол шешімдерге оның көңілі толмайды, ақырында конституциялық сотқа шағымданды.